YouTube'дың SEO-сы және оптимизациясы. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін сіздермен YouTube'дағы ең маңызды нәрселердің бірі SEO және оптимизация құралдарын қарастыратын боламыз. Неге кейбір видеолар миллиондаған адамдарға шығады, просмотрға, іздеген кезде шығып тұрады да видеолар. Неге кейбір видеоларды іздесең де таппайсың? Осы сұрақтарға жауап табамыз. Бірінші, видеоның атауы, яғни тақырыбы. Видеоның тақырыбы қысқа әрі түсінікті болу керек. Ішінде міндетті түрде кілттік сөз болу керек. Мысалы, YouTube арнасын қалай ашуға болады? Мына жердегі адамдар іздейтін қысқа түсінікті тақырып. Екінші, сипаттама, яғни описание, орысша айтқанда. Видеоның сипаттамасын мүлде бос қалдырмаңыз. Бірінші абзацта видеоның мазмұнын қысқаша түрде жеткізіңіз. Үшінші, одан кейін описанияның ішінде кілттік сөздерді 2-3 рет қайталап жазу керек. Үшінші, хэштег. Хэштег дегеніміз решеткамен жазылады ғой, кәдімгі тор көзбен. Хэштегтер әр видеоға 3 немесе 5 хэштег жеткілікті бір видеоны атауына байланысты. Мысалы, YouTube кеңес, YouTube SEO, Мәке блог деген сияқты. Осындай хэштегтерді жазу керек. И тегилерді дәл солай. Одан кейін төртінші, thumbnail дейді ағылшын тілінде. Мысалы, біздің айтқан қарапайым тілмен айтқанда обложкамыз. Видеоның обложкасы алгоритм үшін емес, адамдар үшін жасалады. Ол мысалға үлкен әріптермен жазу керек, контрастты түстерді қосу керек, қарапайым сөздерді қолдануымыз керек. Адам қызығатындай сөздерді қолдануымыз керек. Бесіншісі, тұрақтылық. YouTube'да ең маңызды нәрсе тұрақтылық. SEO бір күнде нәтиже бермейді. Оны алдағы уақытта бір бағыт бойынша әртүрлі видеоларды салып, тұрақты түрде контентті жүктеу арқылы ғана SEO-ны жақсы нәтижені, яғни іздеуде алғашқы шығатын каналдардың қатарына шығаруға болады. Сонымен YouTube'да SEO және оптимизация арна дамудың негізгі құралы. Дұрыс тақырып, сипаттама, хэштег және обложка видеоңызды іздеуде көтеретін болады. Келесі видеода мен сіздерге 1000 подписчикке тез жету жолдарын айтатын болам. Олай болса арнамызға жазылып қойыңыз, қоңырауды басып қойыңыз.